Сәлем балақай. Сені каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер бірге 38-ші сабақ 5 санын қосу және азайту деген тақырыппен танысатын боламыз. Алдымен оқулығымыздағы тапсырмаларға қарап шығайық және берілген мысалдарды шығарайық. 5 санын қосуды және азайтуды есіңе түсір, мысалдардың қалай құрылғанына қара дейді. Бұл жерде бір жасыл дәптер және жанында 5 көк дәптер бар. Сонда бұның барлығы 6-ға тең, 6 дәптерге. Келесі 2 жасыл түсті дәптер және 5 көк түсті дәптер бар. Бұның мәні 7-ге тең. Келесі 3 жасыл түсті дәптер және 5 көк түсті дәптер бар. Бұл жерде мәні 8-ге тең. Келесі 4 жасыл түсті дәптер және 5 көк түсті дәптер бар. Бұның мәні 9-ға тең. Келесі 5 жасыл түсті, 5 көк түсті дәптер бар. Барлығы 10 дәптер. Келесі азайту. 6-дан азайтамыз. 5-ті, яғни 5 дәптерді азайтып тастаймыз. Сонда бізде қалады 1 дәптер көк жасыл түсті. Келесі 7-ден 5-ті азайтамыз. 2-ге тең. 8 азайтылған 5 тең болады 3-ге. 9 азайтылған 5 тең болады 4-ге. 10 азайтылған 5 тең болады 5-ге. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде есіңде сақта. Бұл жерде 10, 9, 8, 7, 6 сандары берілген. Бұл жердегі әрбір санның 5-ке қатысты сандық құрамы берілген. Екінші тапсырма. Сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр. Санның құрамы 5-ке 3 қосқан кезде 8 болады. 5-ке 2 қосқан кезде 7 болады. 5-ке 4 қосқан кезде 9 болады. Енді осы бойынша азайту құрастырамыз. 8 азайту 5 тең болады 3-ке. 8 азайту 3 тең болады 5-ке. Келесі 7, 5, 2 сандарына қатысты. 7 азайту 2, 2 тең болады 5-ке. Келесі 7 азайту 5 тең болады 2-ге. Келесі 9, 5, 4 сандарына қатысты. 9 азайту 5 тең болады 4-ке. 9 азайту 4 тең болады 5-ке. Келесі тапсырма. Есепте. Әр санды 5-ке арттыр. Арттыр деген бұл қос деген сөз. 5-ке арттыр, яғни мына жерде тұрған сандардың барлығына біздер 5 санын қосып шығуымыз қажет. 3 қосылған 5 тең болады 8-ге. 4 қосылған 5 тең болады 9-ға. Біздер бұның әрбірінің астына мәндерін жазамыз. 2 қосылған 5 тең болады 7-ге. 1 қосылған 5 тең болады 6-ға. 5 қосылған 5 тең болады 10-ға. Келесі әр санды 5-ке кеміт. Кеміт десе біздер азайтамыз. Азайтамыз, арттыр десе қосамыз. Келесі 5-тен 5 азайтамыз. Санның өзінен өзін азайтсақ 0 қалады. 6-дан 5 азайтамыз. 6 азайту 5 тең 1-ге. 7 азайту 5 тең болады 2-ге. 8 азайту 5 тең болады 3-ге. 9 азайту 5 тең болады 4-ге. 10 азайту 5 тең болады 5-ге. Есімізде сақтаймыз. Арттыр десе қосамыз, кеміт десе азайтамыз. Келесі бос орындарға тиісті сандарды ата және түсіндір. Бұл жерде қандай санға 5-ті қосқанда 8 болады. 8 санның құрамын есімізге түсіреміз. 3 саны. Немесе 8-ден 5-ті азайту арқылы 3-ті табуға болады. 10-нан 5-ті азайту арқылы бұл жердегі санды табуға болады 5. 6-дан 3-ті азайту арқылы табуға болады. Немесе 9 санның құрамын есімізге түсіреміз. Қандай санға 3-ті қосқан кезде 9 болады? 6-ға. Келесі 2-ге 5-ті қосқан кезде 7 болады. Және 7-ге 3-ті қосқан кезде 10 болады. Тапсырмалардың орындалу реті түсінікті деген ойдамын.
бұл оқулықта берілген мына жердегі сан құрамын есіңде сақта. Сол кезде саған тапсырмаларды орындау өте оңай болады. Келесі сабақта кездескенше каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.